ННН лақабатымен танымал әйгілі блогер Алматы қаласында такси жүргізушісін ұрып соққан. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен негізі таксовод етіп жүрген адам. ННН деген блогер деп Алматыға келдім. Простой қазақ қой бұл. Поддержкасын берсін маған, таксопарк жарнамалап берсін десем, гиф дейма, сиф дейма, сонда жүргізіп жатырмын. Хаммерді ойнатып болайын, сосын жасап берем рекламы дейді. Ойбай яптығыдық, мынау шанс қой деп, как раз ана енемнің өтін тазартан деп жүрген ақша береді. Соны берем, хаммеріңді маған ұтқыз бер десем, қой қуасын ба, конкурс деген честно өту керек дейді. Яптығыдық, бізде бірдеңенің честно өткенін қашан көрдің? Ағаңа бір көмектесіп берсең өлесің ба деп жатырмын. Екі бұттың ортасына бір теуіп мұртымды жұлып алайын деп жатыр. Мен сасимын, мен красиво сасимын. Анау далада өзі тұр, өзі мойындасын, мен ұрғаным бар емес па? Мен таксист аға айттым, әдейі ұтқыз алмаймын деймін. Бұл кісі айтады ма, әдейі ұтқыз дейді. Конкурс деген шынайы. Бұйырса жеңеді, бұйырмаса жеңбейді. Тағы қайталап айтамын. Ал бұл кісі болса маған 12 деген қалтаға тыққылап жатыр. Мен ұрған жоқпын, ұрсын әшін, қой дедім. Және айтпақшы, таксист таксопарк ашыпты ғой. Құрметті таксисттер, таксопаркқа тіркеліп, қолдап кетіңіздер, Месе ұрды ма? Айтса ұрды ма? Айтса камераға дұрыстап. Қатты айтсай? Қазір 1 минут тұратыңдар. Нұргүл Хамерова, Ақгүл Приорова, ПТК арнасы.